Қазір енді Ұлыбританияда болашақ бағдарламасымен білім алса да, ауылда жұмыс істеп жүрген Жансұлтан Нұрмаханов пен сабақты қызықты өткізетін ерекше мұғалім Абдулла Нұрланды студияға шақырып, білім беру саласындағы жаңалықтар жайлы ары қарай сөйлеспекпіз. Қош келдіңіздер. Ассалаумағалейкум. Қайырлы таң. Таң берекелі болсын. Ассалаумағалейкум. Мен үшін мектеп қабырғасында ешқандай қиындық болмайды деп ойладым. Бірақ әйтсе де қателескен екенмін, өйткені білу бір нәрсе бір басқа, ал үйрету екінші басқа. Сонымен мектепке келдім, өзімнің ең алғашқы сабағым сыныпқа кірген кезде оқушыларға сәлеметсіздер ме оқушылар деп жауап бердім. Оқушылар сразу сәлеметсіз бе деді. Жағдайларыңыз қалай деген кезде жақсы, кейбір тіпті өзіңіз қалайсыз деді. Қуанышымда шегі жоқ, өзің армандаған ұстаз маманда. Бір уақытта жазда не істедіңдер, жазда қалай өткіздіңдер деп сыныпта жауап жоқ. Қалай ойлайсыздар, неліктен? Сөздік қоры жетпеді ме балалардың? Мүмкін сөздік қоры жетпеді. Әлде мүмкін демалыстан кейін ұмытты. Осы кезде сабақты қалай жалғастыру керек? Қалай ойлайсыздар? Ағай, өзіңіз айтыңызшы. Жақсы. Бізге сұрақ қоя берме. Жақсы, осы кезде көптеген жас ұстаздар қателік жібереді. Өйткені олар сөздік қоры аз болды дейді да, сөздікті қайтадан қарайды. Сөздікті сабаққа кіріктіреді қайтадан. Бірақ сол қиындықтың шығу себебі жалпы не дейді? Қиындықтың шығу себебі зерттей келе пәнге деген уақытында қызығушылықты болмау. Сол қызығушылықты арттыру мақсатында осы әртүрлі сабақты осы ерекше қылып өткізу. Оқушылар бір рет сабақты ерекше өткізгеннен кейін келесі сабақта күтеді. Сол себептен әр сабаққа осылай дайындалып барып, былтыр кішігірім эксперимент жасап, осы атақты тұлғаларды толықтай осы образда ойнап шығып, сол кезде эксперименттің нәтижесінде жалпы осы сабақтың тиімді екеніне көзім жетті. Рахмет. Енді Жансұлтан ағайымыздан сұрайық. Өзімнің өмірлік принципім, өзің адамды сыйлапқың келсе, әуелі өзің сыйлауың керексің. Содан кейін барып, ол адам, яғни ұжым саған сондай жауап қайтарады. Сондай принциппен өзім жалпы жүрем. Қандай жағдай болмасын, сол адамның орнына өзіңді қоя білуің керексің. Аптасына әр апталық қазақ тілі апталықтары болады. Тығыз байланыс жасаймыз біз қазақтың ұлттық салт дәстүрін осы білім беру жүйесіне кіріктіреміз. Жалпы тұнып тұрған тәрбиеде барлығын бастап осы қазақ халқының салт дәстүрі мен әдет ғұрпында ғой. Сол жайлы оқушылар білу керек. Әртүрлі интеллектуалды ойындар, әртүрлі сайыстар, көркем сөз сайыстары, жаңағы айтылым дағдыларын дамыту үшін. Қалай қызықтырасыз қазақ тіліне? Бұл жерде білім беру жүйесінде ең жаңағыдай тиімді тәсіл ол конкуренция оқушылардың арасында ұйымдастыру. Егер конкуренция болатын болса, олар бірін-бірімен жарысып, олар қатысқысы келмесе де бірін-бірімен жарысып, результат көрсеткісі келеді. Мәселен, осы былтыр ғана студия аштық мектебімізде, мектеп жаңалықтарын, яғни қазақ тілінде және орыс тілінде. Сол кезде бірін-бірін көргеннен кейін, оларда мен болғым келеді дейді, оларға солай жаймен ақырында тарта береміз. Сонымен қатар осы қиындыққа алғаш кездескен кезде авторлық бағдарлама жаздым, яғни ұлттық салт дәстүр, бұны қалай қолданамыз деген. Осы тұста мектебімізде 3 үйірме, бір қосымша сабақ ашылды. Ұлттық салт дәстүр тақырыбында қосымша сабақ жүргізіледі. Қосымша сабақта жалпы қазақ халқының ұлттық салт дәстүрімен оқушылар танысады. Аптасына 1 сағат. Одан кейін домбыра үйірмесі, өзім домбырада ойнайтын болғандықтан ешқандай қиындық тудырмады. Бұл жердегі басты мақсат оқушылардың қазақ музыкасы мен қазақ әндеріне деген қызығушылығын арттыру. Үшінші, яғни жас тілші және де көркем сөз үйірмесі. Тегін ғой үйірме? Үйірме жалпы тегін. Рахмет Абдулла. Жансұлтан, сіздер қалай жұмыс жасайсыздар? Жалпы мына оқушылар өздері мына еліктегіш болып келеді. Соған байланысты жалпы өзіңді қалай ұстасаң, оқушылар да солай ұстайды. Сұхбатқа көп рахмет.